Ассаламу алейкум, қадірменді халайық. Аллах тағала Бақара сүресінің 245 аятында мына сөздерді айтады. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ман заллази юқридуллаха қардан хасана. Кім Аллах тағалаға көркем түрде қарызға бере алады деген аятты кездестіреміз. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге отырады. Сонда Аллах тағала осы аятты түсіреді. Таң қалған сахабалардың ішінен Абу Дахдах деген радиаллаху анху сахаба тұрып айтады: Я Расулалла, Аллах тағала сонда бізден қарызға сұрай ма? Ол мұқтаж емес қой, ол бай емес па? Уахуал ғани, ол бай емес па дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Наам, иә, Аллах тағала бізден қарызға сұрайды дейді. Бірақ сонымен Аллах тағала бізге жәннатпенен қайтарады дейді. Сол қарызды жәннатпенен қайтарады дейді. Сонда Абу Дахдах радиаллаху анху айтады: Я Расулалла, егер де мен Аллах тағалаға қарызға беретін болсам, онда Аллах тағала мені және де бала шағаларымды жәннатқа кіруіменен кепілдік бола ма дейді. Кепілдік бар ма осыда дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Наам, иә, кепілдік бар дейді. Абу Дахдах радиаллаху анху: Я Расулалла, әкеші қолыңды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолынан ұстап айтады: Я Расулалла, менің Мединада 2 бақшам бар деді. Бірінші бақшам осы Мединаның төменгі жағында, екінші бақшам Мединаның жоғарғы жағында. Мен осы 2 бақшамнан басқа ешқандай да байлығым жоқ дейді. Я Расулалла, осы 2 бақшамды да Алланың жолында Аллах тағалаға қарызға берем дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Қараңыздаршы, қандай жомарт. Осы аятты ести салысымен Абу Дахдах радиаллаху анху өзінің ең мықты деген бүткіл байлығын 2 бақшасын Аллаға қарызға береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Иджал ихдахума лилла, біреусін ғана Аллах тағалаға қарызға бер. Уал ухра да'ха, екіншісін өзіңе қалдырып қой, бала шағаңа қалдырып қой дейді. Сонда Абу Дахдах радиаллаху анху айтады: Я Расулалла, өзің куә бол. Мен сол 2 бақшаның ең хайырлысын, ең сұлу, ең әдемісін Аллаға қарызға берем дейді. Ол Хаид деген бақша. Оның ішінде 600-ден астам түп пальма ағашы бар деді. Ойлап қараңызшы, Абу Дахдах радиаллаху анху осы жерде 2 бақшасының ең жаманын беріп жатқан жоқ. Ең күштісін, ең сұлуын, ең хайырлысын таңдап беріп жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Онда Аллах тағала сол қарызыңды жәннатпенен қайтарсын дейді. Абу Дахдах радиаллаху анху сол кезде бұрылып өзінің бақшасына қарай кетеді. Оның бақшасына барған кезде әйелі, бала шағасы барлығы сол жерде демалып отырған еді. Сонда Абу Дахдах айтады: Я Умму Дахдах, бұл бақшадан шығыңдар, бұл бақшаны мен Аллах тағалаға қарызға бердім дейді. Сонда оның әйелі не деп айтты? Оның әйелі айтты ма: Ей Абу Дахдах, сен не істедің? Өзіңнің ең керемет деген байлығының барлығын бере салдың ғой. Ең болмағанда 4/4 бөлігін ғана садақа қылып берсең, қалғанның барлығын бала шағаң қалдырмайсың ба? Деген сөздерді айтты ма? Жоқ, Абу Дахдах радиаллаху анху оның әйелі ол сөздерді айтқан жоқ. Ол тек қана мына сөздерді айтты: Я Абу Дахдах, сенің жасаған саудаңа Аллах тағала береке берсін деді. Сөйтіп бұрылды да бала шағаның барлығын сол бақшадан шығарып жіберді. Өздері басқа бақшаға кетті. Осыны көріп тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Қаншама жәннаттағы жеміс талдар, қандай керемет жұпар иісті бұрқырап тұрған жәннат Абу Дахдахқа бұйырды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жерде жәннаттағы жеміс талдарды санап берген жоқ. 600 жеміс тал Абу Дахдахқа бұйырды деген жоқ. Осы жерде санын айтқан жоқ. Оның санын тек қана Аллах тағала ғана біледі. Қараңыздаршы, осы жерде Абу Дахдах радиаллаху анху Алла разылығы үшін жасады. Аллах тағаланың әміріне қалай ол бірден әміріне бойұсынып бірден орындап жіберді.
Ойлап қарашы, егер де сенде осындай керемет, сұлу, ішінде жеміс талдарға толған бақшаң болса, Алланың жолына садақа қылып берер ме едің? Жәннатты қалауменен, тек қана жәннатты қалап Алланың жолына берер ме едің? Абу Дахда радиаллаху анху ойланып қалды ма? Кейбір біздің байлығы асып түсіп жатқан, байлығының қай жерге кетіп жатқанын білмейтін, харам жолға кетіп жатқан қаншама байлығы бар. Ей бауырым, мына қайырымдылыққа демеп жібер, мына мешіттің құрылысына көмектесіп жібер деген кезде біраз ойланып қалатын байлар сияқты ойланып қалды ма? Абу Дахда радиаллаху анху бір мезетте ойланған жоқ. Бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолын ұстап, оған 2 бақшасын тарту етті. Алланың жолында тарту етті. Соның барлығын істеп болғаннан кейін Абу Дахда радиаллаху анху мақтау қағаз, алғыс хаттар, жақсы сөздер талап етті ма? Жоқ, ол нәрселер талап еткен жоқ. Абу Дахда радиаллаху анху бұның барлығын Аллах тағала ықыласты құлдарына арнап дайындаған жәннатты ғана талап етті. Сол себептен де Аллах тағала Абу Дахдақтың 2 ісін құтты қылды. Бірінші ісі осы жасаған ісін құтты қылды. Екіншісі өзі таңдап алған салихалы жарының таңдауын құтты қылды. Аллах тағала оның әйелінің ісін құтты қылды. Сондай жауап, көркем түрде күйеуіне жауап берген әйелін, және де сол әйелінің бүткіл мұсылмандардың әйелдеріне үлгі болатын үлгісін құтты қылып қойды. Құрметті жамағат, жүрген жерімізде хайырлы істерді жасап қалайық. Аллах тағаланың разылығын тауып қалайық. Аллах тағалаға қарызды көп берейік. Аллах тағала кейін бізге сол қарыздарды жәннатпенен қайтаратындай қылып көп берейік. Аллах тағала сізбен бізге осындай жақсылықтарды жасауға нәсіп етсін. Аллах тағала бізге тауфиқ берсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.